Сәлем достар. Біздер 1973 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз селосындағы Кенбай орта мектебінің түлектеріміз. Мектеп бітіргенімізге биыл 50 жыл толды. Осы мектеп бітіргеніміздің 50 жылын тойлау үшін Атырау қаласын таңдап алдық, және бүгін осы Исатай Махамбет алаңында жиналамыз. Исатай Махамбет алаңында адам қарасы өте аз, себебі күн қатты ыстық. Су бұрқақтары күшті атқылап тұр. Міне біздер де осы алаңға қарай беттеп келе жатырмыз қонақтарды күтуге. Достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Біздер де келіп жеттік Махамбет алаңына. Қазір көлеңкелеп отырып, достарымызды күтудеміз. Міне жайлап жиналып жатырмыз. Қалай дәріс кетесің? Декеева қай жерде тұрсыңдар дейді. Алмаш жоқ қой, Алмаш қайда? Махамбеттің қасында. Исатай Махамбет атындағы алаңда Атырау қаласында үнемі шаралар өткізіліп тұрады. Үлкен шаралар осы үлкен алаңда өткізіледі. Біз де осы жерге жиналып, бір-бірімізді көріп, мәре-сәре болдық. Келген достарымыз жас әп-әдемі қалыптарын сақтаған екен. Біздер бір-бірімізді көріп, қатты қуандық. Жүрек көпті, көңіл жас. Бұдан 50 жыл бұрын арман қуып, жан-жаққа бытырап, мамандық иесі болайын деп жан-жаққа кеткен достарымыз бүгінде ардақты ата, аяулы әже болды. Әр қайсысы да өздерінің мамандығы менен елге қызмет етті. Бұл күнде бала тәрбиелеп, одан немере сүйіп, немере жетектеп, немеренің қызығын көріп жүрген аталар менен әжелер. Кездесуге достарымыз Ақтөбеден, Ақтаудан, Алматыдан, Тараздан, Қаратаудан және осы Атырау облысының әр жерінен келді. Қонақасыға Плаза ресторанына келдік. Мынау біздің кластың жігіттері, керемет. Ал мынау біздің кластың қыздары, сұп-сұлу, әп-әдемі. Мынау біздің кластың күйеулері менен келіндері. Ас мәзір дайын болғанға дейін суретке түстік, сырластық, әңгімелестік. Кенбай орта мектебінің 1973 жылғы түлектері 50 жылдық кездесу кеші деген үлкен баннердің алдына кезек-кезек фотоға түстік. Достармен бірге фотоға түсу жалғасуда. Дастарханда дайын болды. Дастарханға отырдық. Оғыл шапалақтау. Қодасы құрметті менің кластастарым, қадірменді. Бүгін мынау мектеп бітіргенімізге отыр десе, ер адам тыңдап қалуын байладым. Жауы жүр енді, құлағында рахмет, ұйымдастырғандар. Зәуре? Енді бірінші ауылда Күләш бар, Ниет бар, Дүйсенбай бар, Кенжебек, бәріміз бір ауылдан өстік, ерте бірге бітірдік. Кенжебекпен имамды болсын, армияға бірге кеттік. Мектеп бітіргеннен кейін. Өткенде барып қайтсақ, енді біз осы кластастар болып барып Ақтауға бардық қой, аннан өттік. Енді мына Ақбайдай бір атасы қайтып келе алмай қалып жатыр. Өкінішке орай ол келем деп өткенде көзін сол. Ноғай, Нарзия, Ақтөбеден келіп жатқан, Ағдары, Құлсардан келіп жатқан, Сәуреш. Азамын солдық келіп жатқан. Кім қай жерде өмір сүріп жатыр, сол жердің тірлігі әрқайсының көз алдында. Сол жердің беделді бір азаматы болып, азаматшасы болып өмір сүрдіңіздер. Сіздер жұбай менен
Ağzları hakkı belirlenmiş. Bu çağızdan mecbur koyalım. Al derimiz de hoş geldiniz. Atralıklarga Allah'dan kaytsın, bizden kaytmasa da. Basımızda olsun, bu 20 жылдыққа шақырып атқандарына рахмет. Мына басымыз қосылып жатыр. Мынау Алматыда Мәржөкке Таразының 2 қос сұлуы келіп жатыр. Ақтаудың 2 сұлуы келіп жатыр ортамызда. Соның ішінде қыздарымыздың күйеулерімен келіп жатыр. Оларға рахмет. Біздің дастарханды сыйлап келіп жатқандарыңызға алтын уақытты бөліп. Енді мен класстастарым ішінде мен іздеп келгенім сол 20 жылдың ішінде еңбегі Алладан қайтсын, бізден қайтпаса да. Басымызда болсын, 20 жылдыққа шақырып атқандарына рахмет. Мына басымыз қосылып жатыр. Мынау Алматыда Мәржөкке Таразының 2 қос сұлуы келіп жатыр. Ақтаудың 2 сұлуы келіп жатыр ортамызда. Соның ішінде қыздарымыздың күйеулерімен келіп жатыр. Оларға рахмет. Біздің дастарханды сыйлап келіп жатқандарыңызға алтын уақытты бөліп. Енді мен класстастарым ішінде мен іздеп келгенім сол 50 жылда ел жаңа дейді. 50 жыл дегенде ұзақ ғұмыр. Міне осы достарымыз дастархан басында өздерінің риясыз көңілдері менен достарына деген риясыз пейілдерін білдірді. 50 жылдықты ұйымдастырушыларға шын ниетіменен рахметтерін айтты. Әрине ұйымдастырушылардың барлығы да өздеріміз, бәріміз де ұйымдастырушыларымыз. Сондай-ақ олар өздерінің осы 50 жылғы өмірлерін, істеген қызметтерін, жеткен жетістіктерін, отбасыларын, балаларын, немерелерін барлығын айтты. Екінші күнгі бағдарламамыз бойынша сарайшыққа бару үшін Жеңіс саябағына жиналдық. Жеңіс саябағы Ұлы Отан соғысы кезінде біздің Атырау облысынан 9 адам Кеңес одағының батыр атағын алған. Осы батырларды есте сақтау үшін Жеңіс саябағы ашылған. Халық қаһарманы Хиуаз Доспанованың ескерткіші. Сарайшыққа келе жатырмыз, жол тегіс, жан жағымыз жазық дала. Біздің осы Атырау облысы да тау деген, орман деген, тал деген жоқ. Барлығы жазық дала. Бәрімізде тақтық бүгін Дастық сезім бар жүректе суымайды
әнімізді айтып, әне-міне дегенше Атыраудан 54 километр жердегі Сарайшыққа да келіп жеттік. Сарайшыққа келгеннен кейін гид жалдап алып, олар бізге осы Сарайшықтың тарихы туралы айтты. Сарайшықта ұлттық этно мұражай бар екен, және жаңағы жеті хан жерленген үлкен кесене бар екен, және үлкен музей бар екен. Олар туралы, Сарайшық туралы тарихы өте көп. Сондықтан мен Сарайшыққа жеке видео түсірмекшімін. Күтіңіздер. Сарайшықтың тарихын біліп, музейін аралап, Сарайшықтан да шықтық. Сөйтіп, Атырауға кейін қайттық. Сарайшықтан келгеннен кейін түскі асымызды ішіп алып, Жайық өзенімен серуенге шықтық. Теплоходтың басында көк туымыз желбіреп тұр. Көк туымыз жығылмасын, еліміз аман болсын. Ұрпағымыз жақсы, бақытты өмір сүруге ұрпағымызды бассын. Жайық өзені Ресей жерінен бастау алады, оның ішінде Орал тауынан біздің Қазақстанның шекарасыменен Жайықтың 1084 километрі ағып өтеді. Жайық өзені біздің Атырауды екіге бөліп жатыр. Шығыс жағы Азия, батыс жағы Европа деп аталынады. Жалпы Жайық өзені Евразия материгін бөліп жатырған өзен. Жағалауда әдемі үйлер көрінеді. Мына жерде пляж бар екен, катерлер тұр, қайықтар тұр, талдар өсіп тұр. Жайықпенен жүзіп келе жатырмыз. Алдымыздан көпір көрінді. Бұл көпір біздің Атыраудың орталық көпірі. 1965 жылы салынған, биіктігі 10 метр, ұзындығы 259 метр. Анау-мынау емес, екі теплоходпен қыдырып жүрміз дейді ғой. Прямо анау-мынау емес. Алыстан келген 50 жылдыққа арналған екі теплоход дейді ғой. Алиямен кімде? Күләш, Алима, атыраулықтар мыңда бір рахмет. Екі теплоходпен қыдыртып біздерді. Жұрттар деген бір теплоходпен қырылып нетсе, біздер 18 адам екі теплоходпен Ақ Жайықта жүрмесіңдер. Мына екеуін түріп қой. Екі флагпен, екі теплоходпен. Тойдың болғанынан болатысы қызық деп, мінекей бірнеше ай бойы дайындалған 50 жылдық мерекемізде өте шықты. Біз атыраулы қыз-жігіттер достарымызға сәт-сапар тілеп Атырауда қала бердік. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.